Ассалаумағалейкумдер. Мына Басқұдық тұрғындары, ассалаумағалейкумдер. Мына жерде бас жоспар бойынша Басқұдықтың шаруасы ғой енді. Бас жоспар бойынша мына жерде жол болу керек. 2014 жылы Нияз Мұхамбет деген Қызылорданың адамдар жол салу керек еді. Проектте бар, бас жоспарда бәрі көрсетілген. Бірақ өкінішке орай мынандай болып зданияның бәрі сатылып кетті. Осылар, ол дәлел бар, бәрі дәлел бар. Мына кірпіні мына жаққа салып жіберді, кірпіні ана жаққа салу керек еді. Мына кірпіні мына жолдың ортасына салып жіберді. Оған дәлел бар, бәріне дәлел бар. Мына бас жоспарда ауыстырып жіберді. Мына кірпіні ортаға салып қойды, жолды жабу үшін де. Енді басқа қандай? Мына трубаны былай салып қойды, мынандай қылып. Мына жерде үлкен жол болады, мына трубаны неге олай салып қойды, түсінбедім. Мұның бәрі заңсыздық болып есептеледі. Ана жаққа тас төгіп жатыр, енді оны түсініксіз жағдай, ол неге төгіп жатқаны. Осы мен қазір көрсетейін. Қалай болғанда да шындық керек қой, шындық керек, әділдік керек. Бас жоспар бойынша, мына бас жоспарда көрсетілген. Мына жерде біздің алаңымыз ғой, Басқұдық ауданы бойынша алаңымызда. Мына жерде газ тұрба былай тіке кету керек, тұна неге дейін. Антенге, неге? Антен деп айтамыз ғой. Мына трубаны, мына трубаны бұрып жіберген. Мына қара. Мына жерде метрлеп санап көрсетейін бе, қалай болады? 10 метр ғой, 10-12 метр десе болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 метр деп айтшы, 12 метр деп айтшы. Бұлай бұрып жіберген, Трубаны бұрып жіберді, мына жердің бәрін сатты. Содан кейін мына жер тарылып қалды. Бұрып жіберді, сосын бас жоспарды ауыстырып жіберді. Жердің бәрін сатып жіберді. Сонда біздің Басқұдыққа арналған көшеміз қайда? Ертең жаназа шығаратын жеріміз қайда? Сол мына ұйымдасқан топ 19 адам. Қол қойған сол шешімге. 19 адам списігі бар. 19 адам қол қойған. Хатшы Ләззат Дәуен қол қойған. Ләззат Дәуен қол қойған жоқпын дейді, бірақ қол қойған. Оны кім дәлелдейді? Экспертиза жасалдау керек па или? Осындай жағдай. Мына жол ашылған жоқ әлі. Мына жердегі линияны бар ғой, міне. Мына линияны өткенде осы кесіп тастады. Бұлай қарай баратын линия, тоқтың линиясын кесіп тастады. Мына жерде заңсыз құрылыстың кесірінен линияны кесіп тастады. Кезінде бас жоспардағы линия соны кесіп тастады. Бас жоспарда тұрған. Бас жоспарды өзгерту үшін тоқтың линиясын кесіп тастады. Ол да енді аз ақша емес, көп ақша ғой, қарайған ақша ғой. Не, жоқ, линия жоқ мына жерде. Мына жерде линия жоқ. Кесіп алып, линиясын суырып алып тастады. Сонда оған қалай, не айтуға болады? Қалай айтуға болады? Мен түсінбедім. Мен алаяқтық іс қозғауға болады ма? Болмаймын әлде. Бұлар ойына келген істей берем әлде. Осындай жағдай, солай, мына жерде мына тоқтың линия жоқ, көрдің бе? Мына жоқ. Бәрін алып тастады. Жақында осы, 1-2 айлықтың ішінде алып тастады. Мына труба әлі жатыр. 2025-те мына труба алынады деді. Алынған жоқ. Қалай жатыр, солай жатыр. Сондай жағдайға түстік. Ар жағын көрсе, өше тұрып көрсейші. Міне. Мына линияға қосылу керек. Қосылып тұрды. Мына линияға қосылып тұрды. Мына ар жағы уже біреудің зауырында қалып қойды. Масқара жағдай. Дәлелің жоқ дейді маған. Одан артық қандай дәлел керек, түсінбедім мен. Бұдан артық қандай дәлел керек?